Мен Серік Азамат Саматұлы. 2007 жылы 5 маусымда тарихы тереңде жатқан көне шаһар Тараз қаласында дүниеге келгенмін. 2007 жылдан бері отбасыммен бірге Құлан ауылында өмір сүріп келемін. 2010-2011 жылдар аралығында Балауса балабақшасында тәрбиеленіп, қолыма алғаш қалам алып, әріп таныған болатынмын. 2012 жылы Құлан ауылындағы номер 2 шағын орталықты орта мектебінің табалдырығын аттап, аталған білім ошағында 9 сыныпты тәмамдап, талапшыл жас атанып, қазіргі таңда Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде білім алып келемін. Өзімнің үздік оқуыммен және белсенділігіммен ерекшеленіп, мектептің мақтанышына айналдым. Отбасым маған үнемі қолдау көрсетіп, алға қарай ұмтылдырып келеді. Ата-анам мен бауырларымның қолдауы кез келген кедергіден сүрінбей өтуіме себепкер. Ата-анаңның батасымен болмаған істің бәрі бекер. Сондықтан мен әрбір басқан қадамымды ата-анамның ақылын алып, кеңесімен қадам басамын. Олар менің өмірлік ұстаздарым. Бүгінде маған тура жолды сілтеп, бағытымнан таймауыма кеңес беріп отырған асыл жандардың арқасында салауатты өмір салтын ұстанып, қатарымның алдына айналдым. Асқар шыңдарды бағындырып, биік тұғырға шыққым келеді. Иә, заңғар көкті бағындырар қабілет барлығымызда бар. Тек талап пен ынта керек. Мен кішкентайымнан белсенділігіммен танылып, балабақша уақытында түрлі ақындық сайыстарға қатысып, ән шырқап, балабақша дауысы атағын иеленген болатынмын. Бастауыш сыныптарымда Нұрлы болашақ, Ақбота сынды халықаралық интеллектуалды марафондарға қатысып, жүлдеге кенелдім. Мектеп қабырғасындағы жылдары үлкен белсенділік танытып, сыныптағы ең үздік оқушы болып, осы 9 жылдықты толықтай үздік оқыған үшін деген мақтау марапаттармен тәмамдап, қызыл куәлікті қолға алған болатынмын. Ескере кететін жайт, 2016-2021 жылдар аралығында Мұқан Төлебаев атындағы балалар музыка мектебінде оқып, арнайы куәлікке ие болған болатынмын.